Сәлеметсіздер ме онлайн семинарға қатысушылар. Осы семинар Астана қаласының білім беру қызметкерлерінің бастауыш кәсіподағының мүшелік ұйымдары болып табылатын білім беру ұйымдарында құрылған келесі комиссия мүшелерін оқыту үшін өткізіледі. Сіздерге Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану, келіссөздер жүргізу және еңбек дауларында пәтуаға қол жеткізу дағдыларын дамыту туралы семинарды өткізетін мен Астана қаласының білім беру қызметкерлерінің кәсіподағының құқықтық мәселелері жөніндегі бас маман Тоқбалина Динара Халилқызы боламын. Семинар бізде 6 бөлімнен тұрады. Бірінші ол нормативті құқықтық актілер, екінші келісу комиссиясын құру, үшінші келісу комиссиясымен қаралатын мәселелер, төртінші келісу комиссиясының жұмыс тәртібі, бесінші жеке даулар бойынша шешімдерді шығару мен орындалу тәртібі, алтыншы келісу комиссия мүшелерінің жұмысының кепілдіктері. Келесі слайд ол нормативті құқықтық актілер. Бірінші ол Қазақстан Республикасының еңбек кодексі, екінші соттардың еңбек дауларын шешу кезінде заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2024 жылғы 28 қарашадағы номер 1 нормативті қаулысы. Келесі ол Астана қаласының білім басқармасы және Астана қаласының білім беру қызметкерлерінің кәсіподағы арасындағы 2023-2025 жылдарға арналған әлеуметтік әріптестік туралы келісім. Төртінші ол ұжымдық шарт. Көріп отырғаныңыздай, бұл біздің әлеуметтік әріптестік туралы келісім. Ол Қазақстан Республикасы нормативті құқықтық актілерінің ақпараттық құқықтық жүйесінде енгізілген екі тілде және де көріп отырғаныңыздай қосымша бар бұл келісімге жеке еңбек дауларын шешу жөніндегі келісу комиссиясы туралы ереже. Бұндай ереже барлық мекемеде ұжымдық шартта да бар. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 23 бабының 2 тармағының 26 тармақшасына сәйкес жұмыс беруші белгіленген тәртіппен келісу комиссиясын құруға міндетті. Сондай-ақ еңбек кодексінің 159 бабының 8 тармағының негізінде келісу комиссияның мүшелері жыл сайын оқытудан өтуге міндетті. Және де кәсіптік одақтар туралы Қазақстан Республикасының заңының 17 бабының 5 тармақшасына сәйкес кәсіподақ мүшелері арасында олардың құқықтық, оның ішінде Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының негіздері, сондай-ақ ұжымдық шарт, келісу комиссиясының жұмысы туралы келісім бар болған кезде ережелері бойынша сауаттылығын арттыру, келіссөздер жүргізу алу және еңбек дауларында пәтуаға қол жеткізу дағдыларын дамыту жөнінде түсіндіру жұмысын жүргізуге міндетті. Еңбек дауларының түрлері. Еңбек дау дегеніміз не? Ол Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану, келісімдердің, еңбек және ұжымдық шарттардың, жұмыс беруші актілерінің талаптарын орындау немесе өзгерту мәселелері бойынша қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы, оның ішінде бұрын еңбек қатынастарда болған келіспеушіліктер. Еңбек дау жеке және ұжымдық болады. Жеке еңбек дауы ол жұмыс беруші мен бір қызметкер арасындағы дау, ол келісу комиссиясында шешіледі. Ұжымдық еңбек дауы ол жұмыс беруші мен бірнеше жұмысшылар арасындағы дау, ол еңбек төрлерінде шешіледі. Еңбек кодексінің 159 бабының 1 тармағына сәйкес жұмыс беруші мен микрокәсіпкерлік субъектінің жұмыскерлерінің саны 15 адамнан аспайтын коммерциялық емес ұйымының жұмыскері, үй жұмыскері, заңды тұлғаның жеке дара атқарушы органы, заңды тұлға атқарушы органның басшысы, сондай-ақ заңды тұлғаның алқалы атқарушы органның басқа да мүшелері арасында туындайтын дауларды қоспағанда жеке еңбек дауларын келісу комиссиялары, ал реттелмеген мәселелер
не келісу комиссиясы шешімнің орындалмауы бойынша соттар қарайды. Осы кодексте айқындалған тәртіппен жеке еңбек дауларын қарау үшін келісу комиссиясын құру туралы талап еңбегі Қазақстан Республикасының арнайы заңдарында және өзге де нормативтік құқықтық актілерінде көзделген ерекшеліктермен Қазақстан Республикасының еңбек кодексімен реттелетін жұмыскерлердің жекеленген санаттарына, оның ішінде әскери қызметте тұратын жұмыскерлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік қызметкерлерге қолданылмайды. Келесі слайд ол келісу комиссиясын құру еңбек кодексінің 159 бабының 2 тармағына және ұжымдық шарттың номер 15 қосымшадағы ережелеріне сәйкес жеке еңбек дауларын шешу жөніндегі келісу комиссиясы ол тұрақты қызмет атқаратын орган болып табылады және кәсіподақтар комитеті мен Астана қаласының білім беру ұйымының әкімшілігі өкілдерінен бірдей санынан құрылады. Келісу комиссиясы мүшелерінің саны әрбір тараптан 4 немесе 5 адамнан тұрады. Кәсіподақ мүшелері комиссияға кәсіподақ мүшелері қатарынан кәсіподақ комитетінің қаулысымен, ал әкімшілік өкілдері ұйым басшысының бұйрығымен бөлінеді. Және де келісу комиссиясының құрамы жұмыскерлерге мәлімет үшін көзге түсетін жерге орналастырады. Жеке еңбек дауларын шешу жөніндегі келісу комиссиясы 3 жылға дейінгі мерзімге, яғни ұжымдық шарттың немесе әлеуметтік әріптестік туралы келісімнің әрекет ету мерзіміне құрылады. Осы мерзім ішінде тараптар өз өкілдерін комиссия құрамын қалыптастыру үшін белгіленген тәртіпте алмастыра алады. Барлық өкілдердің өкілдіктері комиссиясын құрылған мерзімнің аяқталуымен бірге аяқталады. Келісу комиссиясын 2 жылда кемінде 1 рет мерзімділікпен ротациялық негізде жұмыс беруші өкілдері мен жұмыскерлер өкілдерінің қатарынан комиссия мүшелері сайлайтын төраға басқарады. Және де келісу комиссияны техникалық қамтамасыз етуді ол іс жүргізу, істерді сақтау, мәжіліс хаттамаларынан көшірмелер дайындау мен беру және де басқа құжаттар жұмыс беруші жүзеге асырады және өз бұйрығымен келісу комиссияны техникалық қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс келетін жұмыскерді тағайындайды. Келісу комиссиясын іс жүргізу жалпы іс жүргізуден бөлек істер номенклатурасының ерекше бөлімінде жүргізіледі. Еңбек кодексінің 159 бабының 3 тармағына сәйкес келісу комиссиясын қалыптастыру тәртібі және оның қызметі жұмыс беруші мен жұмыскерлердің өкілдері арасында жасалатын келісу комиссиясының жұмысы туралы келісімде не ұжымдық шартта айқындалады. Семинардың басында атап өткендей, әлеуметтік әріптестік туралы келісімде және ұжымдық шартта қосымшаларында ереже бар. Сол ережеде барлығы көзделген. Мысалы, келісу комиссиясы мүшелерінің сандық құрамы, келісу комиссиясы мүшелерінің қатарынан төраға мен хатшыны сайлау тәртібі, келісу комиссиясына өтініш беру тәртібі және жұмыс тәртібі мен регламенті, және де шешім қабылдау тәртібі мен оның мазмұны, және де кәсіподақ келісу комиссиясы мүшелерінің өкілеттік мерзімі, оның мүшелеріне кепілдіктер беру туралы ережелер және келісу комиссиясының жұмысын ұйымдастыру жөніндегі өзге де мәселелер көзделген. Келісу комиссиясының отырысын ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана отырып өткізуге жол беріледі. Мұндай жағдайда келісу комиссиясы мүшелерінің және өзге де тұлғалардың қатысуы электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе авторизациялануы сәйкестендірілу қамтамасыз етіле отырып және жұмыс берушінің отырыс жазбасын сақтауымен өзге де электрондық тәсілмен расталады. Келесі слайд ол қаулы мен бұйрықтың үлгілері. Көріп отырғанымыздай, кәсіподақ жағынан қаулы шығарылады.
оны кәсіподақ комитетінің төрағасы қол қойып, және кәсіподақ комитеті қол қояды. Бұйрықта басшы қол қояды. Көріп отырғанымыздай, екінші тармақшасында ол келісу комиссиясының құрамына жұмыс берушінің өкілдері енгізілген, лауазыммен толық аты жөнін жазылу керек. Үшінші, ол кәсіподақ комитеті қаулысының негізінде келісу комиссиясының құрамына жұмысшылардың өкілдері енгізілсін деп осындай бұйрық шығарады. Келесі слайд ол келісу комиссиясымен қаралатын мәселелер. Келісу комиссиясы жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы ұйымда туындайтын жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі сотқа дейінгі міндетті бастапқы орган болып табылады. Келісу комиссиясы туындаған барлық жеке еңбек дауларын ешбір ерекшеліксіз қарауға құқылы. Келісу комиссиясы жұмыскерлердің еңбек заңнамасын, ұжымдық шартты, келісімдерді және өзге де жергілікті құқықтық актілерді, еңбек шарттарын қолдануымен қатысты. Соның ішінде ол еңбекке ақы төлеу, басқа жұмысқа ауыстыру және басқа жұмыс орнына көшіру және еңбекке ақы төлеу, соның ішінде лауазымдарды қоса атқару, уақытша орнында жоқ жұмыскерді ауыстыру кезінде, үстеме жұмыс, түнгі уақыт, демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс үшін еңбекке ақы төлеу. Келесі ол қолданыстағы еңбекке ақы төлеу жүйесімен көзделген жұмыскерге тиесілі сыйақы мөлшерімен оны алу құқығы және де жәрдемақылар төлеумен кепілдіктер беру. Келесі ол жұмыскердің жалақысынан ұсталынатын ақшалай соманы қайтару. Келесі ол еңбек демалыстарын беру. Келесі ол арнайы киім, арнайы аяқ киім, жеке қорғау құралдарын беру, емдеу, профилактикалық тамақтану және амалсыз бос жүрген уақытына жалақы төлеу немесе заңсыз ауыстырумен байланысты төмен ақы төленетін жұмысты орындаған уақытына жалақысының айырмасын төлеу. Келесі ол еңбекке ақы төлеу жүйесімен көзделген үстеме ақыларды қосқанда жалақыны өндіру. Сосын ол тәртіптік жаза қолдану. Келесі ол еңбек шартын жасау немесе өзгерту туралы мәліметтер, еңбек кітапшасында қате немесе нақты жазылмау туралы. Келесі ол жұмысқа қайта алу, жұмыстан шығару күн және себебін тұжырымын өзгерту. Келесі ол келтірілген материалдық шығынды өтеу. Келесі ол жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимін қадағалау. Осындай мәселелер бойынша жаңағы өтініштерді қарайды. Және де еңбек кодексінің 154 бабының 4-1 тармағына сәйкес жұмыскер оның ішінде бұрын еңбек қатынастарда болған ұйымның жоғарғы тұрған басшысына және басшылығына ақпарат беру арқылы осы ұйымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін жұмыскер тарапы болатын жеке еңбек дауы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы бапта белгіленген тәртіппен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның өкілі міндетті түрде шақырыла отырып және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен жасалған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім болған кезде құпиялық қамтамасыз етіле отырып қаралады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның өкілі еңбек дауын қарауға келмеген жағдайда осы бапта айқындалған тәртіппен оны қатысусыз өткізіледі. Және ұйымның басшысына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның жұмыскер, оның ішінде бұрын еңбек қатынастарында болған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы
жеке еңбек дауын қарау қажеттілігі туралы хабарламасы келіп түскен жағдайда жұмыс беруші сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңында белгіленген ерекшеліктері ескере отырып, осы бапта айқындалған тәртіппен осы дауды қарау жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті. Келесі слайд ол келісу комиссиясының жұмыс тәртібі. Егер жұмыскер ұйым әкімшілігімен тікелей келіссөздер барысында келіспеушілікті реттемеген болса, еңбек дауы келісу комиссиясымен қаралады. Келісу комиссиясына түскен арыздарды қабылдауды жұмыс беруші жүргізеді. Жалдаушының есебінен және бланкілерінде еңбек даулары бойынша комиссиясының атынан азаматтармен және ұйымдармен қатынас хаттар жүргізіледі. Ол шақыртулар жіберу, жауаптар беру және де басқа. Ол жаңағы келісу комиссия жұмысын барлық шығындарын жұмыс беруші өтейді. Келісу комиссиясы еңбек дауларын арыз тіркелген күннен бастап 15 жұмыс күні мерзімінде қарауға міндетті және тараптарға шешімді 3 жұмыс күні ішінде берілуге міндетті. Арызы бойынша еңбек дауы қаралып жатқан жұмыскер келісу комиссия отырысына 3 күннен кешіктірілмей шақырылады. Және де өтініш берушінің келісу комиссиясының шешімі шығарылмағанға дейін комиссия хатшысын өтінішті кері қайтарып алу туралы жазбаша хабардар ете отырып, бұрын берілген өтінішін кері қайтарып алуға құқылы бар. Келесі слайд ол хабарлама шақырудың жаңағы үлгісі. Мұнда нақты жаңағы отырыс қай күні нешеде тағайындалғанын көрсету керек. Және де осы хабарламаны алған жөнінде қол қою керек. Жеке еңбек дауларын қарау бойынша келісу комиссиясына немесе сотқа жүгіну үшін еңбек кодексінің 160 бабында мынадай мерзімдер көзделген. Жұмысқа қайта алу туралы даулар бойынша жұмыс берушінің еңбек шартын бұзу туралы актісінің көшірмесі табыс етілген күннен бастап 1 ай өткенге дейін. Басқа еңбек даулары бойынша жұмыскер немесе жұмыс беруші өз құқығының бұзылғаны туралы білген немесе білуге тиісті күннен бастап 1 жыл ішінде. Келісу комиссиясына жүгіну мерзімінің өтуі қаралып жатқан жеке еңбек дауы бойынша медиация туралы шарттың қолданылуы кезінде, сондай-ақ келісу комиссиясын оны құрғанға дейін болмауы жағдайында тоқтатыла тұрады. Белгіленген мерзімді дәлелді себептермен өткізіп алған жағдайда еңбек даулары жөніндегі комиссия оны қайтадан белгілей алады. Өйткені ол келісу комиссиясының құзыретіне кіреді. Сонымен қатар осы мерзімді дәлелсіз себептермен өткізіп алу келісу комиссиясының өтінішті даудың мән-жайлары бойынша талқыламай қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім шығару үшін дербес негіз бола алады. Бұл жеке еңбек дауының тарапына еңбек құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгінуге кедергі келтірмейтінін ескере отырыңыздар. Келісу комиссиясының отырыстары келісу комиссия мүшелері, мүдделі жұмыскер, сондай-ақ куәгерлер және шақырылған мамандар мен сарапшылар мәжіліске өздеріне қолайлы мезгілде қатыса алатындай уақытқа өткізіледі. Келісу комиссиясы барлық дауларды арыз беруші жұмыскердің қатысуымен қарайды және дауды сырттай қарауға тек жұмыскердің жазбаша өтініші бойынша ғана жол беріледі. Жұмыскер келісу комиссиясының отырысына келмей қалған жағдайда оның арызын қарау келесі отырысқа қалдырылады және жұмыскер дәлелді себепсіз екінші рет келмей қалған жағдайда келісу комиссиясы мәселені қараудан алып тастау туралы шешім шығару мүмкін. Мұның өзі жұмыскерді қайтадан өтініш беру құқығынан айырмайды. Және де келісу комиссиясы отырысқа куәгерлерді шақыруға және тұлғаларға техникалық және бухгалтерлік тексерулер жүргізуді тапсыруға
әкімшіліктен құжаттар мен есептерді көрсетуді талап етуге, сұраныстар жіберіп, және мемлекеттік және жоғарғы кәсіподақ органдарының кеңестерін қолдануға құқылы. Келісу комиссиясының отырысының басында мүдделі жұмыскер отырысқа қатысып отырған кез келген келісу комиссиясының мүшесіне дәлелді наразылық білдіруге құқылы. Мұндай жағдайда дауды қарау комиссиясымен белгіленген басқа уақытқа ауыстырылады. Наразылық білдіруді қанағаттандыру мәселесі ол әкімшілік өкіліне қатысты болса ұйым басшысымен, кәсіподақ өкіліне қатысты болса ол кәсіподақ комитетімен шешіледі. Осы жағдайда басшы бұйрық шығарады, ал кәсіподақ комитеті наразылық білдіру туралы арыз қанағаттандырыла ма, әлде жоқ па, сол туралы шешім қабылдайды. Және де тағайындалған келісу комиссия мүшесінің орнына басқа өкіл бөлінуге мүмкін. Және де наразылық білдіру тек сол жұмыскердің арызын қарау жөніндегі комиссия отырысы үшін жарамды. Келісу комиссиясының әрбір отырысында осындай хаттама жүргізіледі. Хаттама отырыс аяқталған соң жаңа хаттамаға төраға мен хатшысы қол қояды. Келісімге келмеген жағдайда келісу комиссиясы отырысының хаттамасында әрбір тараптың ұсыныстары баяндалады және келісімге келмегені туралы жазылады. Сондай-ақ хаттамаға тексерулер материалдары, жазбаша түсініктемелер, қорытындылар, қатынас хаттар және дауды қарау барысында комиссиямен алынған өзге де құжаттар тіркеледі. Егер жеке еңбек дауларын қарау кезінде келісу комиссиясында кәсіподақ комитетінің өкілдері мен әкімшілік өкілдерінің арасында келісімге қол жеткізілмесе, онда жұмыскер дауды шешу туралы арызымен сотқа жүгінуге құқылы. Және де жұмыскер еңбек дауы бойынша келісу комиссиясының шығарылған шешіммен келіспеген жағдайда еңбек дауын шешу туралы арызымен сотқа жүгіне алады. Сондай-ақ келісу комиссиясының шешімдері отырысқа қатысқан барлық әкімшілік өкілдері мен кәсіподақ комитетінің өкілдері арасында келісім бойынша қабылданады, міндетті күші бар және қандай да бір бекітуді талап етпейді. Келісу комиссияның шешімдері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, ұжымдық және еңбек шарттарымен, келісімдермен, ережелермен, қағидалармен, нұсқаулықтармен дәлелденіп және негізделуі тиіс. Және де ақшалай талаптар бойынша комиссия шешімдерінде жұмыскерге тиесілі нақты сома көрсетілуге тиіс. Келесі слайд бұл жұмыскерді жұмысына қайта алу. Ол біз еңбек кодексінің 161 бабында көзделген. Бұрынғы жұмысына қайта алынған жұмыскерге бос жүруге мәжбүр болған бүкіл уақыт үшін жалақысы немесе басқа жұмысқа заңсыз ауыстырылған кезде төменақы төленетін, жұмысты орындаған уақыт үшін жалақысындағы айырма бірақ 6 айдан аспайтын уақытқа төленеді. Жеке еңбек дауын қарау бойынша келісу комиссиясының не соттың жұмыскерді бұрынғы жұмысына қайта алу туралы шешімі дереу орындалуға жатады. Және жұмыс беруші жұмысқа қайта алу туралы шешімді орындауды кідіреткен кезде келісу комиссиясы не сот жұмыскерге шешімнің орындалуы кідіртілген уақыт үшін жалақысын немесе жалақысындағы айырманы төлеу туралы шешім шығарады. Келесі слайд ол жеке даулар бойынша шешімдерді шығару мен орындау тәртібі. Заңсыз ауыстыру, көшіру, еңбек жағдайларын маңызды өзгерту немесе жұмыстан шеттету жағдайында жұмыскер бұрынғы жұмысына, бұрынғы жұмыс орнына қайта алынып, оған бұрынғы маңызды жұмыс жағдайлары қайта беріледі. Көшіруге өндірістік, ұйымдастырушылық немесе экономикалық себептер негіз болуы тиіс. Жұмыскерді ауыстыру және көшіру, соның ішінде ол жұмыскердің келісімімен жасалса, егер бұл оған медициналық қорытындыға немесе заңнама талаптарына сәйкес, соның ішінде жаңағы
ішінде әйелдер мен кәмелетке толмағандардың еңбегін қолдануға тыйым салу, ол денсаулық жағдайына байланысты қарсылық тудыратын болса, заңсыз болып есептеледі. Және де жұмыскер заң бұзушылықпен ауыстырылған жұмысына шығудан бас тартса, ол дәлелсіз жұмыстан қалған болып есептелмейді. Негізделген өндірістік, ұйымдастырушылық немесе экономикалық себептерді растайтын дәлелдер болмаған жағдайда еңбек жағдайын маңызды өзгерту заңсыз болып табылады. Және де келісу комиссиясы жұмысқа қайта алу туралы шешім шығарған кезде жұмыскерге амалсыз бос жүрген уақытына орташа жалақы немесе төмен ақы төленетін, жұмысты орындаған уақытына жалақысын аянбасын төлеу туралы шешімді де қатар қабылдайды. Жұмыскерге тәртіптік жаза шарасын қолдану туралы дауды шеше отырып, келісу комиссиясы заңсыз салынған немесе теріс қылықтың қатаңдығына сәйкес келмейтін жазаны жоя алады. Дегенмен келісу комиссиясы бір жазаны екінші жазалау шарасымен алмастыра алмайды. Өйткені еңбек кодексінің 65 бабына сәйкес тәртіптік жаза шараларын таңдау құқығы жұмыс берушіге тиесілі. Тәртіптік жазаларды қолдану тәртібі. Жұмыс беруші тәртіптік жазаны Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда жұмыс берушінің актісін шығару арқылы қолданады. Жұмыс беруші тәртіптік жазаны қолданғанға дейін жұмыскерден жазбаша нысанда қағаз жеткізгіште немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында не жұмыскердің авторизациялануы сәйкестендірілуі қамтамасыз етіле отырып, электрондық түрде түсініктеме талап етуге міндетті. Жұмыскер талапты алудан жалтарған немесе бас тартқан жағдайда жұмыс берушінің өкілі тиісті акт жасайды. Егер жұмыскер талапты алған немесе талапты алудан жалтару немесе бас тарту туралы акт жасалған күннен бастап 2 жұмыс күні өткеннен кейін түсініктеме бермесе, онда жұмыс берушінің өкілі тиісті акт жасайды. Және де жұмыскердің түсініктеме бермеу тәртіптік жаза қолдану үшін кедергі бола алмайтынын ескереміз. Келесі слайд ол бізде келісу комиссия мүшелерінің жұмысының кепілдіктері. Келісу комиссиясының құрамына сайланған жұмыскерлерге келісу комиссия жұмысының уақытында орташа жалақылары сақталады. Және келісу комиссия мүшелерін, егер ол кәсіподақ мүшелері болса, жұмыс берушінің бастамасымен жұмыстан шығаруға және тәртіптік жаза қолдануға тек кәсіподақ комитетінің алдын ала келісімен ғана жол беріледі. Және де келісу комиссия мүшелерімен еңбек шарттарын жасасу, ұзарту олардың өкілеттік мерзімінен кем болмайтын мерзімге жасалады. Келесі слайд ол өтініш үлгісі. Осындай болады. Жаңағы нақты көрсету керек, жұмысқа қайта орналастыруды деп, жаңағы жұмысқа қайттан орналастыру туралы жазса, және соманы жаңағы толық көрсету керек, және оны қанша өндіру керек екенін жаңағы өтініш беруші жазу керек. Және де осындай өтініштерді тіркеу журналы болады. Осы тіркеу журналында барлық өтініштерді тіркеуге негізі міндетті. Келесі слайд ол еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершіліктер көзделген. Ол бізді Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде және әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодекстерінде көзделген. Қылмыстық кодексінің 152 бабына жаңағы көзделген. Ол Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу, бұл жұмыскермен еңбек шартын заңсыз тоқтату не соттың жұмысқа қайта орналастыру туралы шешім орындалмауы туралы, және де әйел мен оның жүктілігі себебі бойынша еңбек шартын жасасудан негізсіз бас тарту немесе онымен еңбек шартын негізсіз тоқтату туралы, және де кәмелетке толмағандығы себебі бойынша, және де мүгедектігі бар адам еңбек шартын жасасудан негізсіз бас тарту,
басқару функцияларын орындайтын адамның ақшаны өзге мақсаттарға пайдалануына байланысты жалақының толық көлемде және белгіленген мерзімде төленуін бірнеше рет кідірту бойынша еңбек заңнамасын бұзу. Келесі ол 154 бап, ол жұмыскерлер өкілдерінің заңды қызметіне кедергі жасау. 156 бап, ол еңбекті қорғау қағидаларын бұзу. Келесі ол әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы кодексінің 87 бабы, ол еңбекке ақы төлеу жөніндегі талаптарды бұзу. Бұнда жұмыс берушінің жалақыны толық көлемде және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген мерзімдерде төлемеуі, сол сияқты жұмыс берушінің кінәсынан төлемді кешіктірген кезеңі үшін өсімпұлды есептемеуі және төлемеу туралы көзделген. 88 бап, ол демалыс бермеу. Жұмыс берушінің жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын не оның бір бөлігін қатарынан 2 жыл бойы бермеу туралы қарастырылған. 89 бап, ол жұмыс уақытын нормасын заңсыз асыру. Бұл жұмыс берушінің не қабылдаушы тараптың Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген жұмыс уақытының және күнделікті жұмыстың жұмыс ауысымының қалыпты және қысқартылған ұзақтығын заңсыз ауыстыру. 90 бап, ол жұмыс берушінің еңбек саласында жұмыскердің бірдей еңбек үшін бірдей ақы алу, сондай-ақ бірдей өндірістік тұрмыстық жағдай жасау құқығын, оның ішінде персонал беру жөніндегі қызметкерлерді көрсетуге арналған шарт шеңберінде жұмыстарды орындау кезінде бұзудан көрінген кемсітушілікке жол беруі. 93 бап, ол еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету қағидаларын бұзу. Бұл Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының талабына сәйкес өндірістік ұйымдарда, білім ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің маманның болмауы. Келесі 94 бап, ол өндірістік объектілерде еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды жүргізу жөніндегі заңнаманың талаптарын бұзу. Бұл жұмыс берушінің Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген еңбек жағдайларының жай-күйі бойынша аттестаттауды жүргізу жөніндегі заңнама талаптарын бұзу. 95 бап, ол еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп тексеруді қамтамасыз етпеу. Бұл Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының талабына сәйкес еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп тексеруді қамтамасыз етпеу. 96 бап, ол еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісін жасыру туралы. Келесі ол әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы кодексінің 97 бабының 3 тармағына сәйкес ұжымдық шарт, келісім жасасу жөніндегі заңнама талаптарын бұзу. Ол ұжымдық шарт, келісім бойынша міндеттемені орындамау немесе бұзу. Ұжымдық шарт, келісім бойынша міндеттемелерді орындамауға кінәлі адамдарға 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғатынын ескереміз. Келесі слайд, ол біздің байланыстарымыз. Бұл біздің сайттың сілтемесі, Facebook және Instagram және де біздің электрондық поштамыздың адресі және құқықтық мәселелер бойынша сұрақтарыңыз болса, осы семинарға қатысты сұрақтарыңыз болса, осы нөмірге де хабарласуыңыз болады. Және де осы бейне астында сілтеме бар. Сол сілтеме арқылы өтіп, сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймыз. Содан кейін семинарды өткендеріңіз туралы сертификатты бастауыш ұйымының кәсіподақ төрағаларына жолдайтын боламыз. Осымен семинар аяқталды. Назарларыңызға рахмет.